Енді халық қайға барады, өзіміз әкіміз бізге басқып қойды. Ол бізге қарамаса кімге қарайды онда? Міне бұл қазып шығарып жатыр, ол ішімдікке жарамайды вообще. Аржақи байбішеден тоқылған. Мынақы тоқалдан тоқылған. Дейін алмаған мусорға қылған қарызын өшірсін. Неге инвалидтер расход қыламыз ба, или осыларға қарғатып бітеміз ба? Онда біз істемейтін әкімнің бізге не керегі бар? Істемейді. Осы мәселе мына жерде Доланабұлақ суынан біздегі ішімдік су емес, агросуға әкеп берген араптар 2008-де әкеп берген. Сол енді тұрбалар шіріп, темір тұрбалар Бәрі сырттағы батыр. жарамсыз болып қалды. Ояқтан келетін су бізге 60 турбамен толып келетін су бар. Біз кеше оны тексерттік, экспертиза не қылдық, ол таза су шықты. Содан бізге су әкеп берсе деген неміз бар, ұсынысымыз бар. Соны тексерттік, су жақсы шықты. Енді су жақсы шыққанда өзіміз жергілікті әкім Мұзаппар аға, сен бұл суды қоя бер, мен анақтан су әкеп беремін деген сөздері бар да. Енді мына суды халық өз жанынан сметасына ақша төлеп жатырмыз мысалға. Оны жинап, өзіміз бірлесіп осы суды әкелік деп жиналып жатырмыз. Соған әкіміз қарсылық қылып жатыр бізге. Өзіміз ауыл әкімі Мұзаппар аға. Енді халық қайға барады, өзіміз әкіміз бізге басқып қойды. Ол бізге қарамаса кімге қарайды онда? Онда біз істемейтін әкімнің бізге не керегі бар? Істемейді. Көрмейді де. Екінші мәселе Доланабұлақтан кейін мына жерде жаңағы айтылғандай 41 участке бөлінген, 2007-де бөлінген. Ол біздің алдында осы Мұзаппар ағаның алдында болған әкім бөліп кеткен. Ол шешім беруге жетпей ол қайтыс болып кетті бейшара. Енді содан кейін осы Мұзаппар аға болды. Мұзаппар аға келіп мына 6 жыл болды істеп келгеніне бір жерге шешім берген жоқ әлі. Ол жаңа ажырасу деген бір үйде 3 келін 4 келін бар деген, сол ажырасу деген содан шығып жатыр. Енді 16-17 адам бір үйде берсеңде болмайды ғой. Сол 40 учаскеге шешім берсе деген. Әкіміміз 6 жыл болды, осыны әкімнен сұранамыз. Жылына емес, ай сайын барамыз. Мусорды қайда шығарып жатыр? Мусорды шығарып жатқан жеріміз жоқ. Мусор үйді үйіліп тұр. Мәдина Н деген фирма ашып қайтадан бізді қарыз қылып жатыр. Міне осы бірақ келген емес та, мусор жинауға келген емес. Біздің ақшамыз жиналып жатыр. Оны өртеп тастайды. Мынау қапты далаға шығарамыз, қазір күн ыстық, бәрі қап күйіп кетеді, бышысы шығады, қайтадан жинап алып кіріп қоямыз. Айны 2000 теңгеден неге договорға отырғам, бір рет келіп мусорымды алып, бір жыл болды, қазір 36.000 теңге қарыз қылып қойып. Мусорға отдельно жәшік істесін, бәріміз мусорды жәшікке салайық, соса Сол жерде жәшіктен тұра алып береді, кетсін. қаптап ұшып кетпейді. Бірақ мынау қазірге дейін алмаған мусорға қылған қарызын өшірсін. Міне қазып шығарып жатыр, ол ішімдікке жарамайды ба? Ана қазып жатыр. Ол ішімдікке жарамайды ол су. Енді ішімдікке жарайсы су 3 жыл болды ма, 4 жыл болды ма қазып шығарып қойған, оны әкеп беріп жатқан ешкім жоқ. О, лагердің ар жағынан келеді. Иттер. Алдына шығады балдар. Тым қараңғы болады. Оларға су етілген жоқ. Су шені қойған емес. Энергия келгенде тоқтаған мына. Біраздан кейін Ар жағының бәрі Аржақи байбішеден тоқылған. Мынақы тоқалдан тоқылған. мусорға отдельно жәшік істесін, бәріміз мусорды жәшікке салайық, соса Сол жерде жәшіктен тұра алып береді, кетсін. қаптап ұшып кетпейді. Бірақ мынау қазір керек емес, әшейін біз өзіміз инвалид бағып жатқан болсақ, ол пенсияны алып